Бүгін жексенбі, мен таңертең тұрып, кішкене жүріп келем деп шештім. Бүгін жексенбі болғандықтан қозғалыс көп емес, барлығы тыныш. Тек үлкен апайлар мен кейбір кішкентай балалар далада жүр. Сосын біз. Менің осы жүретін жерлерімнің көбі осы парламенттің маңайы, өйткені мен осы жерде тұрам әзірге. Сондықтан, бірақ осы район ең таза райондардың бірі. Біздің енді былай қарасаңыз, Ақорда жақ сияқты деп айтуға болады. Міне, осындай менің сүйікті жерім. Мынау кішкентай кітапханасы. Және мынау менің кофем. Бірақ өзім кофе ішпейтінмін вообще. Лактоза фри, сондай латте да ішпейтінмін, бірақ енді мында келіп арасында ішем осылай. Мен Қазақстанда бір таныс тәтем бар. Енді батыс жақта біз апай дейміз ғой, апам. Сол кісі маған айтады, осы қызға рахат, бала да керек емес, бай да керек емес, қыдырат та жүреді деп. Сол сияқты бүгін тағы бір кезекті қыдыруыма, кофе шығып, демалып отыруыма уақыт бөлдім. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Сүйікті жерім парламент. Осы жерден басқа нәрсені көрсетпейтін болдым сіздерге. Бірақ қараңыздар, қандай әдемі. Қазір мен өзім үшін Будапешттегі бір жаңа орынды ашуға келе жатырмын. Өзім төмен түсіп көрмеп, мынандай бір жол бар. Қайда апаратынын білмеймін. Қазір бірге көрейік. Адамдар не істеп жүр? Мында венгрше бірдемелер жазылып тұр ғой. Мына жерде енді где-то бір жылдай мен өмір сүрем, бірақ осында келмеппін бірде-бір рет. Соны айтып таңғалып жатсам, неғып мен келмеппін десем, менің досым айтып отыр, бұл енді ғана ашылған нәрсе деп. Қазір көрейік. Мына отты қараңыздар. Мына жерден кіреміз екен. Тыныштық пен бестоншақ деген не ғой? Қауіпсіздік алаңы деп сияқты жазыпты. Вот. Но біздің ана вечный огонь, мәңгілік немене. Вот деді. Сондай деген сияқты жерлер ғой, рухани жаңғыру бұларда да бар. Өте бик. Мен телефон қойып кетемін деп қорқып тұрмын. Былай қарасаңыз, қарайтын көп ештеңе жоқ екен. Бірақ қызық. Не ғой енді? Естелік нәрселер. Мен шығып келе жатырмын жаңағы жерден. Түрім расында да Қытай сияқты болып қалыппын ғой. Бірақ мен өзім намыстанбаймын. Қытай десе де, басқа десе де түсінбеймін да. Олар да халық қой, ол жерде мысалы саясаттың басқаның қатысы жоқ. Енді түрлі әрине мәдениеті, жаңағы дәстүрі басқаша шығар, бірақ Қытай дегенге мен мүлдем өзім намыстанбаймын, бірақ өзімнің идентификациямды білсе, қазақ екенімді білсе, әрине ол одан да жақсы. Бірақ жалпы мажарлар қазақтарға өте жақсы қарым-қатынаста. Олар біледі Қазақстанның кім екенін, қайда екенін. Просто пока түрімізге қарап ажырата алмайды. Солай.